Уа Мұхаммед, біз саған осынау кітапты адамдар арасында Алланың өзіне нұсқап көрсеткенінде үкім жүргізіп, билік айтуын үшін титтей күмәнға жол бермейтін ақиқаттың нақ өзі етіп түсірдік. Ендеше кінәлі мен кінәсізді әбден анықта. Опасы сатқындарға жәрдемші де, олардың сөзін сөйлейтін қорғаушы да болма. Алладан кешірім тіле, өйткені Алла ғафур. Құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Өз-өзіне опасыздық жасап, хақ жолдан адасып жүргендерге бола таласып тартыспа. Олардың сөзін сөйлеме. Шүбәсіз Алла опасыздық һәм күнә жасауда тым шектен шыққандарды жақсы көрмейді. Олар істеген опасыздықтары мен күнәларын елден, адамдардан жасыруға тырысады да, Алланың соның бәрін көріп тұрғанын мүлдем ескермейді. Әйтсе де олар түнделетіп разы болмайтын өтірік айтуды, жала жабуды, опасыздық жасауды, сондай-ақ ақиқатты бұрмалауды сөз қылып, әрқилы қитұртқы жоспарлар құрып жатқанда, Алла олардың басы қасында еді. Алла олардың не істеп, не қойып жүргенін бәрін естіп, көретіндігімен шексіз ілімі һәм құдіретімен толық қамтып білуші. Егер сендер бұл дүниеде солардың сөзін сөйлеп, солар үшін таласқа түстіңдер делік. Ал енді қиямет күні Алланың алдында олардың сөзін кім сөйлейді? Немесе оларға кім қамқор әлі кепіл болып, солар үшін жауап береді? Ал енді кім жамандық жасаған соң, немесе күнәға батып, өз-өзіне қиянат жасағаннан кейін Алладан кешірім тілесе, Алланың ғафур құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе тәубеге келіп, өзіне бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді екенін көреді. Ал кім жамандық жасағаннан кейін тәубе етпей, сол күйі күнә арқаласа, шүбәсіз сол күнәні өз зиянына арқалаған болады. Алла алим, бәрін білетін шексіз ілім иесі, хаким, әр ісі мен әр үкімінде талай хикмет бар асқан даналық иесі. Сондай-ақ кім кішігірім күнә істеп, немесе ұрлық, қарлық, кісі өлтіру сынды кісі ақысына қатысты ауыр күнә істеп, кейін оны бейкүнә біреуге жаба салса, шүбәсіз жала жапқан һәм анық әрі үлкен күнә арқалаған болады. Уа Мұхаммед, егер Алланың саған деген шексіз шарапаты мен рақымы болмағанда, олардың бір тобы сені үкім шығару мәселесінде шалыс басқызудың амалын ойлаған еді. Алайда олар біреуді адастырамыз деп жүріп, түбінде өздері ғана адасады, һәм саған ешқандай да зиян тигізе алмайды. Өйткені Алла саған тура жолға бастайтын кітап пен хикметті түсірді, һәм білмейтініңді үйретті. Міне осылар тұрғанда, олар сені қалай шалыс басқызып, саған қалай зиян келтіреді дейсің? Уа Мұхаммед, Алланың өзіне нәсіп еткен игілігі мен шарапаты шынымен шексіз болады. Олардың онаша күңкілдескен құпия жиындарының көбінде хайыр жоқ. Алайда мұқтаждарға садақа беруді, ізгілікті жақсылық жасауды және араздасқан адамдардың арасын жырастыруды бұйыратындарын онаша бас қосып, өзара кеңес құрғанның жөні бөлек. Кім мұны Алланың разылығына бөленуді қалап істесе, оны зор сауапқа, сый-сияпатқа бөлейміз. Ал кім тура жол өзіне анық айқындалғаннан кейін Алла елшісіне қарсы келіп, мүміндердің жолынан өзге теріс жолдарға түсетін болса, онда оны бет бұрған жағына бағыттаймыз. Өз қалауымен түскен теріс жолға сол күйі қалдырамыз һәм жаһанамға тастаймыз.
Ол қандай жаман ақырғы тұрақ, қандай жаман ақыр. Алла өзіне серік қосқанды әсте кешірмейді. Ал одан өзге күнәларды істеген құлдарынан қалағанын кешіреді. Кім Аллаға өзгелерді серік етіп қосса, шүбәсіз хақ жолдан мүлдем алыстап, қатты адасқаны.